Қайырлы күн достар, бәріне сәлем. Біз бүгін осындай орама жасаймыз. Өте дәмді, өте күшті сондай. Біздің каналымызға подписация етіп, ұнаса лайк басып қойыңыздар. Орама жасау үшін ең бірінші біз ұнымызды табаққа салып аламыз, тұзды саламыз. Енді бұған өзіңіздің қалауыңызға қарай жұмыртқа салып елесеңіз де болады. Жылы суымызды аздап құйып елей береміз. Мінекей бізде қамырымыз дайын болды. Қатты өте жұмсақ емес, өте қатты да емес, орташа нормальный қамыр болды. Енді біз қамырды кішкене қойып қоямыз и ішіне салатын нәрселерін дайындаймыз. Қалауыңызға қарай ішіне картопты қоссаңыз да болады. Бірақ мен бүгін асқабақтан және фарш пиязбен бірге істеймін. Тұзды және бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын кішкене қосамыз. Қамырды тегістеп, жұқа етіп жаямыз. Егер сізде де менікіндей кішкентай оқтау болса, онда менің келесі лайфхагымды көріңіз. Ол жерде кішкентай оқтаумен қалай үлкен етіп жасаудың оңай жолы көрсетілген. Қамырды жайып біткеннен кейін оны майлап шығамыз. Барлық жерін майлап шығу керек. Егер сізде щетка болса, ол өте ыңғайлы. Қамырымызды майлап біткеннен кейін біздегі дайын тұрған асқабақ, фарш, пиязды барлық жеріне жеткізіп, тегістеп жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін біз оны ақырындап орай бастаймыз. Әр ораған сайын щеткамен майлап отырамыз. Сонда біздің орамамыз дайын болады. Осымен бізде орамамыз дайын. Енді бұны бөліп, үстіне подлив жасап, жей берулеріңізге болады. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, онда лайк басыңыз, подписаться етіңіз.